Бәріне сәлем, менің атым Айзада, каналыма қош келдіңіздер. Осыдан жарты жыл бұрын видео шығарған болатынмын, Қазақстан бақытсыз ел деген. Әрине түрлі комментарий болды, көбінесе жекеге жазғандар. Сен неге олай айтасың, мен бақытты өмір сүремін, менің балам бар, күйеуім бар, менің ойымдағы өмір, немесе шүкір етпейсің ба Қазақстанда өмір сүргенге, қазақ болғаныңа. Мен ұлтты немесе мемлекетті қозғап жатқан жоқпын. Мен жалпы айтып жатырмын. Бақытсыз ел, ол эмоция, сезім, сол тақырыпты қозғап жатырмын. Әрбір адамда базалық эмоция болады. Базалық эмоция әртүрлі жағдайларда, ситуацияда біз қандай реакция беруіміз керек, кімге қалай жауап беруіміз керек, кіммен қандай қарым-қатынас құруымыз керек, және қандай жағдайда маған жағымсыз және жағымсыз, соның бәрін түсіну үшін бізге эмоция және сезімдер керек. Бірақ біздің эмоциямыз дұрыс қалыптаспаған. Көбінесе біздің эмоциямыз жатталған. Иә, дұрыс. Өйткені, мысалы, біреуге біз өз сезімімізді білдірсек, немесе ойымызды айтсақ, мысалы, мен ашуландым десең, жоқ, сен ашуланған жоқсың, немесе эмоцияны, сезіміңді қабылдамай, айтқан пікіріңді естімей, игнорировать етсе, айыптаса, немесе ұялтса, эмоциямызды еш қабылдамай жатады. Сондықтан біздің эмоциямыз дұрыс дамымаған. Мысалы, кішкентай бала өз ызасын білдірсе, және анасы ол ызаны қабылдамай, кішкентай бала наказать етсе, ұрса, немесе бұрышқа қойып қойса, онда ол сезімге, эмоцияны білдіруге деген бір тосқауыл болады, және ол эмоцияны білдіргісі келмей қалады, өйткені артынан наказание болады, артынан ұрады, соғады, сондықтан ол эмоциясын тықпалайды, немесе басқа формада білдіреді, немесе керектен тыс қатты шығарып жатады. Керектен тыс қатты шығарып жатқандықтан біздің қоғамда ұру деген бар, айқайлау деген бар, немесе өзін-өзіне жақын келтіру, суицид, соның бәрі эмоцияның және сезімді дұрыс білдірмеуден болады. Біздің дәл қазір эмоциямыз неге байланған? Ол қоршаған адамның пікіріне, ойына, өйткені біз эмоцияны дұрыс білдіре алмаймыз, және қаншалықты дұрыс білдіргенімізді білу үшін сол қоршаған адамның реакциясына қараймыз, наблюдать етеміз. Кім қандай іс-әрекет жасады және қалай қабылдады. Екіншісі біздің қорқынышқа байланған. Біздің эмоциямыз, сезіміміз қорқынышқа байланған. Сондықтан аса қатты кейде білдіре алмаймыз, білдіргіміз келсе де, немесе қорқыныш арқылы білдіреміз. Және ұятқа байланған. Адам өзін ұятты сезініп, әрине ұят деген жақсы, бірақ біздің қоғамда оны керектен тыс қолданады. Мысалы, жиі кездесетін жағдай, үлкен кісілер кішкентайларға сыйластықпен қарамайды. Адам жылдан жылға өмір сүре бергеннен оған дейін сыйластық өспейді. Адамның бірдей және бірдей сыйластық болу керек. Жай ғана жылдан жылға өмір сүру адамға ақыл бермейді. Және жиі кездесетін жағдай жеке құқықтарын бұзып жатады, жеке шектерін бұзып жатады. Ол өте өкінішті, сондықтан біз эмоцияны дұрыс білдіре алмаймыз, және біз білдірсек адам қабылдамайды, біз білдірдік, адам қабылдамайды, немесе ешқандай реакция бермейді. Сондықтан біз керектен тыс білдіріп жатамыз, ұрады, соғады, тағы да бір жағдайлар болып жатады. Даже кейбір адамдар өзін-өзі ұрып жатады. Өкінішке орай біздің қоғамда көбінесе балаларынан айырылмайтын ата-ана бар. Қаншалықты өссе де, 40-қа келсе де, 50-ге келсе де, қамқорлығын жасап, жағдайын жасап, бәрі іс-әрекетін контрольда ұстайды. Сондықтан оның кейбір эмоциясы керектен тыс артық дамыған, ал кейбірі мүлдем дамыған. Мысалы, мынандай жағдайлар болып жатады. Бір жігітті алайық, ақ көңіл, жақсы, тиянақты өз іс-әрекетіне, бірақ ішкі жан дүниесінде қорқыныш бар, депрессия бар. Немесе бір қызды алайық, тоже күліп қалған, сыпайы, скромный қыз, бірақ ішкі жан дүниесінде бір хаос, төңкеріс болып жатуы мүмкін. Сондықтан суицид та болып жатады. Өйткені біз эмоциямызды білдіре алмаймыз, шығара алмаймыз, немесе біздің сезіміміз, эмоциямыз өзге адамның пікіріне, ойына байланысты, қорқынышқа байланған және ұятқа байланған. Менің видеом ұнаса міндетті түрде лайк басыңыздар және жазылыңыздар.